сәлеметсіздер ме? Саламатсыздар. Саламатсыз ба, Анна Мергенбайқызы? Кішкене күте тұрайық, саламатсыз ба? Қосылып алсын. Бір минут күте тұрайық. Одан кейін келген адамдарды, ретінде келген адамдарды сыйлап, сұрақты жауапты бастай берейік. Ал кешіккендерді хулигандарды несіне біз күтеміз? Олар хулиган, олар кешіксе аз мәлімет алу керек. Камераны қос деген талап қойған жоқсыз ба адамдарға? Камераны ондай талап қоймадым, бірақ студенттер қосылғанда қосып отырамыз деген. Студенттер қосып отырса жақсы болар еді. Көрініп отырсаңыздар. Сіз бәрігіне тегін көмек көрсетіп жатсыз. Неге талап қоймайсыз? Кетсе кете берсін. Бірақ бізбен ашық әңгіме жасаған адам неге тығылып отыру керек екен? Мүмкін әжетханада отыр қазір. Сонда екеумізді басқаларды сыйламағандықтан әжетханада отыра ма? Камерасын өшіріп. Сондықтан менің өтінішім қазір бізді тыңдап жатқандар, камераларыңызды қосыңыздаршы. Мен сіздің модераторствоңызды алып қойдым ау деймін, Айжан ханым, бірақ уақыт басталды біз. Сол бүгін осы кездесуімізге жаңағы уақыт бөлгеніңізге ең бірінші алғысымды айтамын. Екіншіден айтарым, осы кездесуге бірнеше оқытушылар да қазір кіріп жатқан шығар, оқытушылар да біздің әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану кафедрасының оқытушылары да қатысатын болған. Және сондай-ақ біздің студенттеріміз педагогика психология мамандығында оқитын және басқа педагогикалық мамандықта оқитын студенттер қатысқалы жатыр. Енді ең бірінші сұрақты өзім жақында ғана сіздің оқулығыңызды жақсылап оқып шықтым. Қарым-қатынас ортақтасу психологиясы деген сол кітап 2006 жылы жарық көрген екен. Сол кітап жайында және жоғары оқу орындарында болашақ педагогтарды дайындауда қаншалықты осы қарым-қатынас психологиясын оқыту маңызды деген әңгіме төңірегінде, мәселе төңірегінде әңгіме өрбітсек деп, сол бірінші сұрағым сол болып тұр. Біріншіден ол кітап шынымен де баяғыда жазылған, ол кезде қазақ тілінде мүлдем ештеме жоқ еді, сонымен тездетіп, ол кезде өзім ректор болып жұмыс істегенмін, сол студенттермен, мұғалімдермен әйтеуір көмектеп тез жазылған нәрсе. Онан кейін ұмытылып та кетті ғой, психоанализ қайдасын деп, көбінесе психоанализ. Әрине психоанализда ол сол қарым-қатынас туралы. Бірақ қарым-қатынас психологиясы бұл жеке бір пән, жеке бір сала. Сондықтан кім білсін, бүгін сіздің бастамаңызбен тағы да сол кітапты бір көбейтіп, үлкен шынымен де бір оқу құралы болып шықса шығып қалар, оны ойланайын. Ал екінші жағыңызға, мен мысалы елдің басшысы болсам, ең құрып кеткенде білім министрі болсам, бірінші жоғары білімді барлығына психологияны беру керек деп айтатын едім. Ең болмағанда адам сол 4 жылдың ішінде өзін өзі танып біліп шығу керек. Ана мектепте бірінші сыныптан 11 сыныпқа дейін әрине өзін өзі тану деп, оған лекция оқымау, кейде менің клиенттерім сол мұғалімдер сол лекция оқимыз дейді. Айбай, 7-8 жасар балаға сіздің лекцияңыз не керек? Оларға тренинг керек, оларға психологиялық көмек керек, ойын керек. Көрдіңіз бе, сіз тағы да оны қазір жазып жатсыз. Біреудің иті, қазір біреудің мысығы, мәулейді, соның бәрі жазылып қалады. Дыбыс таза болу үшін бәрі дыбысты өшіріп тастаған. Жақсы. Сонымен ары кеттік па, психологияның мәнін сол көтеру керек. 3-4 жылдың ішінде сол бакалавриатта өзін өзі жақсы білген адам ертең өкінбей өзіне ұнаған мамандықты, кәсіпті таңдап алатын шығар. Бізде қазір жасырмаймыз ғой. Неше мыңдаған адам әйтеуір бір диплом керек деп дипломды ала салады, одан кейін өзі жылап жүреді. Мысалы, менде клиенттерім айтатын болсам, балерина болған. 5 жасынан мамасы оны балетке беріп тастаған. Маған келгенде, қазір мен 32-демін, балеттен кеттім, 2 жыл болды, бухгалтер болып жұмыс істеп жатырмын, бірақ мамама қалай айтам білмеймін, мамама ескі суреттерді жіберіп жүрмін дейді.
Сонда ол да өтірік қой. Бұл 5 жасар балапан әрине әлі білмейді ол қандай мамандыққа. Ол мамасының арманы болған шығар кезінде. Одан кейін неше жақындағы тағы бір мысалдар, кезінде бәрігі юрист, экономист деп сол 15-20 жыл бұрын бәрігі мода болып кетті ғой. Енді сол дипломдары жатыр. Не дегенде біреу салон ашты, біреу тағы бірдеме басқа бір жеке кәсіпке өтіп кетті. Сонда неге солар грант алды, неге біреудің орнын алды? Ең жақын мысалы газ бен нефтте мұнайшыларды бітірген бір қыз. Бір күнде ол жерде жұмыс істеген жоқпын дейді. Дипломды алдым, екінші күні күйеуге шығып кеттім. Мен біраз балдарды туып тастап үйде отырмын дейді. Ал мен ойлаймын, шынымен мұнайшы боламын, елге пайда келтіремін деген 4-5 бала ең болмаса сол орынға жете алмай жылап қалды ғой. Сонда тек кәсіпке қайсыған бейімді екеніңді емес, жауапкершілікті де сол 4 жылда үйренсе, мүмкін онда кейін ар жаққа қарап барлығы өзінің осы өмірдегі лайықты өмірін, кәсібін, өзіне ұнайтын, ертең өкінбейтін, елге пайда, отбасына пайда. Сол үшін мен ойлаймын, психологияның маңызы өте көп, ал соларды дайындайтын енді оқушылар, оқытушылар, бірінші өзі оқушы, одан кейін ол оқытушы. Соларға әрине бір қанатында оларға пәнді беру керек, біреуіне енді физика, математика, қазақ тілі, орыс тілі. Бірақ екінші қанатында оларға психологияны беру керек. Біздің команда психоанализ ассоциациясы қауымдастығы қазір осы күндері мүмкін сіздер біраз қосыласыздар. Бізде басқа университеттен адам бар, бірақ сізден әлі жоқ екен. Біз қазір осы психологтардың, мектептегі психологтардың сапасын, санын көтеру деген тақырыпты көтеріп жатырмыз. Бірақ сіздің университетте сол психологтарды дайындап жатыр ғой. Одан кейін өзін өзі тану, самопознание, олардың мұғалімін қалай дайындап жатыр, оның стандарты қандай болып жатыр. Біздің ұсынысымыз, бәлкім министр бізді түсініп қарсы алып, ол да қолдайтын шығар. Біздің ұсынысымыз әрбір сынып жетекшісі психолог болу керек. Оған әрине математика, анау-мынау пәндер бар ғой. Ол пәннің мұғалімі болу керек. Ал сынып жетекшісі бұл міндетті түрде психологияны зерттеп, біліп, өзінің жеке психоанализін өткен, өзін өзі таныған, сондай мұғалім ғана сынып жетекшісі болу керек. Не дегенде сынып жетекшісі ол пәнді бермейді, ол 2+2-ді үйретпейді. Бірақ адам болу, кешіру, мейірімді болу, неге екеуің төбелесіп қалдыңдар, неге екеуің жылысып қалдыңдар, неге сен сабақтан қашып кеттің, оның бәрін білу үшін математика керек жоқ, бәрін білу үшін психология керек. Неге секіріп кеттің 8-ші қабаттан, неге өзіңді өзің асамын деп ұмтылдың, соның барлығына әрбір сынып жетекшісі психолог маманы болса, мен ойлаймын, бізде митингке шыққан адамның да саны азаяды, өзін өзі өлтірген адамның саны азаяды, жылап жүрген балапандардың саны азаяды, ажырасып жүрген әке-шешенің саны азаяды. Не дегенде бүгінгі қыздар, бүгінгі жігіттер, ертең солар жұп болады, ертең солар жұбай болады, солар ертең әке-шеше болады ғой. Сондықтан қуаныштымын сіздің кафедрамен, сіздің студенттермен, сіздің мұғалімдермен кездесуге. Не дегенде біз шырылдап жүргенде бұл кішкентай ғана бір команда. Сіздер ана жақтан, іштен, университетте қалай дайындап жатсыздар? Мысалы, сол бакалаврда қалай, магистратурада қалай? Біз мына жақтан бәріміз енді білесіз ғой, бірге ойласып, тон пішсек, тонымыз барлық адамға ұнайтын шығар. Әсіресе қазір біз, әрине енді біз бұрын 3-ші орында деп айтатын едік, бір 10 жыл ма, 12 жыл бұрын ба, мысалы, жасөспірімдердің суицидінен Қазақстан бүкіл дүние жүзінде 3-ші орын еді. Енді ол ұяттың ұяты. Бірақ одан кейін біздің мемлекет біраз бағдарламаларды қабылдады, біраз шаралар жасалды. Сондықтан қазір енді біз төмен түстік, енді 3-ші орын емес, мен жақында ғана көрдім бір журналистке жауап беру үшін. Алғашқы 10 елдің ішінде де біз жоқпыз. Сондықтан біздің елде барлығы жаман деп айтпаймыз, біздің елде қадамдар жасалып жатыр, жақсы нәрсе болып жатыр. Бірақ соның енді санын, сапасын көтеру керек. Ал қазір мүмкін сіздің студенттеріңіз, мұғалімдеріңіз сол сұрақ қойғанда, ішкі жағдайларыңыз қалай? Сонда мынандай сұрақ туындады жаңағы сөзіңізден. Жаңа сөз бастағанда айттыңыз ғой, мамандықты таңдап, бірақ сол мамандықты сүймеген мамандыққа кейін түсініп жатқан адамдар да бар, сол туралы айттыңыз. Енді мынандай да мәселе бар.
кейбір біздің студенттеріміз бітіреді да дипломды алып алғаннан кейін бір-екі жаңағы отказ дейді ғой, бір-екі есікті қағады барып жұмыс іздеп директордың есігін, кішкене жаңағы қарсы пікір алса немесе қабылдамаймыз деген сөзді естісе, бір басқа бір сондай өмір тәжірибесінен де көрген адамдарым бар да студенттер. Сол 4 жыл 5 жыл оқыған мамандығымен емес, қарапайым бір жұмысты істеп, ыдыршылық немесе официант болып бірнеше жыл жүріп қалатын да студенттер болады. Сондай студенттерге қандай бір іс-шаралар айтар едіңіз, не көмектеседі? Қазір менің сөзімді дәлелдеп тұрсыз ғой. Сонда ол өзінің мамандығын жақсы көрген жоқ. Менің бағанағы айтып жатқан адамдарым да олар оқып шыққан, 5-ке де оқып шыққан. Менің бір қарным ашқаны, маған бірнеше жыл бұрын бір клиент келген. Ол бакалаврдың дипломы, магистратураның дипломы, PhD-дің дипломы, бәлігі бар. Бірде-бір күн жұмыс істеген жоқпын. Ойбай, о дипломдар қайда? Дипломдар сандықта жатыр. Сонда не үшін? Неге ол жұмыс істемей жүр? Не дегенде жақсы көрмейді? Ол тек атақ үшін. Ана бір тойға бір нәрсеге барғанда, о пәленбайдың келіншегі магистратурада оқып жатыр, пәленбайдың келіншегі докторантурада. Сонымен болды ма? Ал нағыз өзінің күйіп пісіп тұрған мамандығы болса, ешқашан ол офицерға, даяшыға ол қайтпайды. Ол бәрі баратын еді. Сондықтан ол сүймей тұр. Ал екінші жарайды, жақсы көрдік деп айтайық. Сіздің мысалыңыз. Онда тағы да мені қолдап тұрсыз, психология жетіспей тұр. Біреу кетармен десе кете берем екен. Ішкі сенімділік қайда? Табандылық, өжеттілік қайда? Мен баяғыда 20 жылдан астым ба, қашын 30 жыл болып қалды ма, Қазақ ұлттық гимназиясын ашам дедім, қайта құру болды, біз бәріміз қайтадан қазақ болып кеттік, қазақтың иісін жақсы көріп кеттік. Сонда менде бір тамаша идея бар. Қазақ ұлттық гимназиясын ашамын деп акиматтан бастадым ғой, бір кабинеттен бір кабинетке. Сөйтіп, сол кабинеттерде, әй қатын, есікті ар жағынан жап, сенің идеяң ешкімге керек жоқтық, мен қуып жіберген, 3-4 кабинеттен қуып жіберген. Әсіресе қатын деген сөз ұнамай қалған, мен ондай бір қатын емес едім, әлі жақсы едім. Бірақ көрдіңіз бе, ішкі бір табандылық, бір керек деген түрткі мотивация. Жарайды онда. Бермесеңдер ақшаны бермей қойыңдар деп өкіметке қолымды бір сілтедім де, өзім ақша тауып, лицензия алып, бәрібір сол Дарын Қазақ ұлттық гимназиясы деп гимназияны ашып шықтым ғой. Сонда көрдіңіз бе, психология көмектеседі. Сіздің жаңа айтқан студенттеріңіз, онда психологиядан жұрдай, жеке психологқа бармаған, топ психологиялық тренингтерден өтпеген, психоанализ мектебіне бармаған, сөйтіп өзін өзі қорғай алмай, өзінің дипломымен өзі нан тауып жеп жүре алмайған адамдар болып тұр ғой. Енді мына еңбекті мына тағы да осыны қосып кетейін. Мен келісемін, көпшілік адамға, оқимын деген адамға жағдайды жасау керек. Ол шынымен де дипломын ертең сандыққа сап қоя ма? Ол енді өзінің ісі, бірақ оқыған сайын, мысалы, әйелдер, жігіттер, еркектер, олардың ішкі бір байлығы кең болады ғой. Сонда ішкі дүниесі кең адам ертең жақсы ата болады, жақсы әже болады, жақсы біздің елдің азаматы болады. Сондықтан әрине білімді аямастан әрбір адам алса екен. Сіздің жаңағы қарым-қатынас психологиясын оқып отырып, мынандай мысал айтқым келіп отыр, сөзден үзінді. Императивтік ортақтасу туралы, бұйрық, тыйым сөздер арқылы ұстаздар мен ата-аналар балаға өз сөзін өткізе алады. Бірақ ол сөздерді бала тек сырттай қабылдап орындайды. Бала өз еркімен орындамаған соң, оның құлағына үлкендердің қойған ережелері, қағидалары, қоғамдық құндылықтар, қоғамдық нормалары санасынан тез жойылып кетеді. Сондықтан бұйрық түрінде берілген тілектер баланың ішкі құндылығы бола алмайды. Осы пікірдің растығын былай қарап отырсақ, барлығы қазір бәріміздің көзіміз жетті. Қазір субъект деген сияқты бүкіл мектептерде балаға тұлға ретінде қарау деген сияқты. Осы орайда сіздің де пікіріңізді білгім келіп отыр. Мысалы, дисциплина без нарушения отношения деген сөздер шықты. Қалай тәртіпті мұғалім орнатады, қарым-қатынасты дұрыс баламен сақтай отырып деген мәселеде. Ең кішкентай менің клиентім 29 тәулік кішкентай бір қыз еді. Оның әжесі маған консультацияға келген. Осы 29 күн болды, үйтеді, жылай береді, бірдеңе қылады. Сонымен жағдай бергеннен кейін ол әжеге айтқаным, бұл 29 тәулікке толған тұлға ғой, сіздер ол тұлғаны сыйламайды екенсіздер.
Көрдіңіз ба? Мысалы, болды емшекті керек емес деп басын бітсе, сіз оның тілегін білмей түсінбей жатсыз ғой. Болды, тойды, неге енді бере бересіз? Одан кейін тағы бірдеме ана жерде дыбысын шығарып жатыр. Тағы бірдеме. Ай, ол қыздың да өзінің бір тілектері бар ғой, ол тұлға ғой. Сонда аузы ашылып қалды. Ойбай, соны да тұлға деп тұрсыз ба деп. Әрине, іңгә деп жерге түсті ма, болды, ол тұлға. Онымен санасу керек, онымен сыйласу керек. Сондықтан сіздің жаңағы шекараны бұзбай тұрып, бірақ тәртіпті орнату дегеніңіз, әрбір кішкентай балапанды біз сыйласақ, мені сыйлап жатыр ғой, мен сыйлы тұлға екенмін ғой, онда мен де өзімді сыйлаймын, онда мен де өзгелерді сыйлаймын деп, бейсаналы түрде ол қанына сіңіп кететін нәрсе ғой. Мысалы бізде өңкей сол бұйрық қой, императивті қарым-қатынас. Ешкім сұрамайды. Мысалы бір пәтерде әкесі, шешесі 4 бала тұрады деп айтайық. Сонда әкесі мен шешесі өзіне ұнаған қонақтарды, туыстарды шақыра береді. Ал неге 4 балапаннан сұрамасқа? 4 балапанның да пропискасы осы адресте ғой. Сонда ол пәтердің 6 қожайыны бар. Сонда 6 қожайын келсе, сонда ғана қонақты шақыруға болады. Әрине, енді болашақта бізде жететін шығармыз. Әрбір балаға өзінің бөлмесі тиісті. Қазірше енді ондай әрбір отбасы әрбір балаға бір бөлмеден бере алмайды. Бірақ соның өзінде бір шартты түрде, даже студия болғаның өзінде, бір мына бұрыш сенікі, мына бұрыш сенікі, мына жер асхана, мына жер жатақхана деп бір шартты түрде бөліп қойса болады ғой. Сонда өзінің кеңістігі, ашама, суын ішема, бояйма, не істеймін, соны сақтауымыз керек. Оған бұл сенің кеңістігің, бұл жерде сенің құқығың, не істейсің деп. Сондықтан осыларды, психологияны 3-4 жыл оқыған жастар өздері түсінсе, ертең кішкентай балапандарына соны түсіндіре алады ғой. Мысалы, маған неше түрлі мектептің психологтары, ұстаздары келеді. Сонда да менің қарным ашады. Қандай оларды әке-шешесі сыйламаған ғой. Шарт деп қолында көтеріп тастаған, ол тек сөзбен ұра берген емес, қолмен де аяқпен де ұрғандары бар. Сонда сондай тәрбиені көрген мұғалім өзі қазір 1-ші класста отырған, 11-ші сыныпта отырған балдарды сыйлай ала ма? Кейде сыйлай алмайды. Не дегенде сыйлық деген, сыйластық деген нәрсе ішінде жоқ. Мен сөйтіп шырылдар министрге хат сөйтіп жазайын деп жатырмын. Әрбір мұғалімге психологияны берейік, мұғалімнің жанының жарасын емдейік. Тек жаны жаралы емес, жаны сау мұғалім, жаны сау тәрбиешін, шәкірттерін тәрбиелей алады. Түсіндіре алдым ба сізге? Одан кейін осы қосып кететін, мен жиі айтатын императив дегеніміз, мысалы мұғалімдер 1-ші сыныпта айтайық, қазір біразы қол көтеріп қолдайтын шығар. Маубас аузыңды жап деп 1-ші сыныпта аузыңызды жауып қояды ғой, әсіресе қазақ мектебінде. Болды, сол жабылған қазан бүгінге дейін жабылады. Сонда ұяң ұстаз, ұяң шәкіртті, тағы да келесі ұрпақ, тағы да ұяң шәкірт, тағы да ұяң мұғалім, ол не деген? Жабық, тағы да ұяң. Сол қайталана береді. Сонда ең болмаса бір ұстаз, жарайды, енді менің тағдырым сондай болыпты, мен психологияны барайыншы, өзімді ашайыншы, өзімді зерттейінші, өзім тәуелсіз болсам деп, сонда өзінің туған балдарын да, одан кейін өзгенің балдарын да, шәкірттерін де тәуелсіз жолға түсіре алады. Осы шетелдерде көп боласыз, өзіңіз шетелде білім алдыңыз, оқу орындарында шетелдің лекция оқып жатқандарыңызды оқып қалам, әлеуметтік желілерден білгім келеді. Сол шетелдерде психологиялық даярлық қарым-қатынасқа студенттерді қалай жүзеге асады екен, қандай ерекшеліктері бар, қандай тәжірибелерімен бөлісер едіңіз, солар бізге қызық болыпты. Психология өте қатты дамыған. Европада, ақш-та психология қатты дамыған. Бірақ психоанализ онша дамыған. Психоанализ дамыған мегаполистерінде ең үлкен, мысалы Нью-Йорк деген қалада 36 психоанализ институты бар. Енді сұмдықтың сұмдық, керемет енді. Күніге жүгіре берсеңіз, көп нәрсе тегін оқып шығасыз. Ал бірақ, мысалы мен барып лекция оқығаным Вест-Вирджиния деген, Батыс Вирджиния колледждерінде тренингтерді өткіздім.
Сонда олар тірілей бірінші рет психоаналитикті көріп отыр. Сонда психология мен психоанализ әртүрлі екенін біледі, бірақ ешқашан психоаналитикпен кездеспеген. Сонда мен күлген ғой, иә, мен алыс Қазақстаннан келіп сіздерге, америкалық студенттерге енді психоанализді үйретейін деп. Өзім соны үйренуге келіп тұрмын, мен сіздерге де үйренейін деп, сөйтіп біраз әзіл аралас. Студенттер бәрі жерде студенттер. Олар әртүрлі, әрине. Бірақ көбінесе олар өте қатаң сынақтан өткенсін, оларда түрткі жоғары, мотивация өте жоғары, ырылдап тұр мотивация. Әсіресе мысалы Йель, Стэнфорд, Гарвард, аты шулы университетке барсаңыз, мұғалімнен ешқандай тәйт деген керегі жоқ. Ол жерде студенттер өздері жанып тұр, өздері мұғалімнің соңынан профессор, скажи деп артынан жүгіріп жүреді ғой, ешкім. Ешнәрсе талап қоймайды, не дегенде ол өзі сондай сынақтардан өткенген, өзі жанып өліп тұр. Сол кезде де менің бір рет тамсанғаным, одан кейін грант деген, заявка дегенді білгенім, бар жоғы 27 жасар бір магистрант қыз, $1 миллион грант алған. Енді сол қызды 27 жасар, мен одан 2 есе үлкенмін Америкаға барғанымда. Соны 5 ректор, енді олар президент дейді, бізде ректор. 5 ректор өзіне кел деп шақырып тұр ғой. Сонда оның $1 миллион мен ана қыз қайсы ректорды таңдаса, сол жерге барып $1 миллион құяды да, сол жерде зерттеуін жүргізеді. Сонда көрдіңіз ба, 27 жасар қызға, зерттеуші қызға 5 ректор аңшы болып жүр ғой, маған келе ғой деп. Бізде керісінше ғой, бізде студент алып қашады ғой. Сондықтан біздің тағы да қарным ашатын жер, біздің ғылым әліге дейін, білмеймін ғой, артта келіп жатыр. Біз неге басқа елден кембіз? Неге бізде бүгінге дейін, ал кеудемізді сондай соғамыз ғой, ойбай, біз алып ұлтпыз, бізден жақсы ұлт жоқ деп. Неге бірде-бір Нобель лауреаты жоқ бізде? Міне Нобель лауреаты жоқ, не дегенде кішкентай кезінде, ана ойыншықты сындырған кезінде тарс-тұрс деп оны жауып тастайды. Кішкентай балапан ойыншықты неге бұзады? Ол әлі кішкентай балапан, ол әлі қызығушылығы мол, ол зерттеуші. Мынау неге мяу-мяу деп жатыр? Мынау неге ку-ку деп жатыр? Мынау құршақ неге жүріп жатыр? Мынау самосвал неге бүйтіп көтеріп жатыр? Экскаватор бірнебе болып жатыр? Соны керісінше көмектесу үшінші, жарайды ұлым, сындыра ғой, біл, неге ондай болып жатыр? Жарайды немерем, саған әперем, мынаны көр, мынаны бұз. Ол зерттеу керек, ол сындыру керек, ол іздену керек. Біз оны ұрып-ұрып, жоқ құршақты болмайды, тесбейді, бір шкафтың үстіне қойып қоямыз. Мен қазір айтып отқан мысалдарым өзімнің отбасымнан да, өзімнің туысқандарымда болып отқан болған енді мысалдар. Сондықтан біз зерттеуші, мына жерде зерттейтін қасиетті өлтіріп тастаймыз, сондықтан ертең ешкім шынымен ғалым бола алмайды. Шынымен ғылым жоқ, шынымен ғалым жоқ, сондықтан біздің елімізде әлге дейін Нобель лауреаты жоқ. Сондықтан тағы да қайтып келсек, тағы да психология. Ал жаңа университеттерде, мысалы, сіз жаңа сұрадыңыз ғой, қай жер ұнады деп, маған ұнағаны психологияның маңыздылығы, оларда әрбір университетте психологиялық қызмет бар. Бізде Қазақстанда бізде қазір соны бастап жатырмыз. Сонда ұнағаны күзде, мысалы, қазаннан да алдын-ау деймін, қыркүйек айында, мен де мұғалімдердің ішінде болдым ғой, сонда біздерге хат келді. Мұғалімдер, әріптестер, күз жақындап жатыр, депрессия жақындап жатыр, студенттеріңізді байқаңыздар, 3 апта, 3 ай көрінбей қалды ма көзіңізге, міндетті түрде жазыңыз. Мүмкін ол депрессиямен үйінде отырып қалған шығар, қанаты сынып қалған шығар. Маған сондай ұнады, көрдіңіз бе, сондай ұнады. Сіз психолог болмасаңыз да, психологиялық қызмет сізге сондай бір нұсқауларды беріп тұрады. Ал одан кейін ар жағында тағы да келесі енді. Ал сізде сол 3 аптадан бері сабаққа келмеген студент болды, сіз онымен хабарластыңыз. Онда шұғыл түрде оны біздерге жіберіңіз, біздің телефонды оған беріңіз, біз онымен сөйлесейік. Байқаңыз, оның әке-шешесі қайтыс болып қалды ма, ол өзі бірдеме болып қалды ма, әсіресе осы күзде психикалық ауытқушылығы бар адамдар тайып кетеді, соны біліңіздер деп психолог емес мұғалімдердің өзін үйретіп тұрады. Бізде сондай болу керек.
жаңа психикалық ауытқушылық деп қалдыңыз ғой, сол сөзден бір сұрақ туындап тұр. Өткен семестрда болашақ географтарға, болашақ шет тіл мамандарына кәсіби практика кезінде сабақ берген болатын, мынандай пәннен ерекше білім беруге қажеттілігі бар балаларға бағдарламалық мазмұнды бейімдеу, яғни инклюзивті білім. Қазіргі таңда біздің мектептерімізде сол балалар, яғни менталды ауытқушылығы бар балалар қарапайым балалармен бірге білім алып жатыр. Сіздің осы салада көп тәжірибеңіз бар екен, білем, тренинг кафе бар екен. Сіз ондай балаларды жаңа оқшауланған интернатта, балалар үйінен алынған балаларды өзінің нанын тауып жеуге дейін жеткізіп көмектесіп жатқандарыңыз оқып жүрміз. Енді біздің осы болашақ студент мамандар, болашақ педагог мамандарымызға қандай инсайттар дейміз ғой, енді сол балалармен жұмыс жасауда, сабақ беру барысында ол балаларды да жаңағы бүкіл ішкі потенциалын дейміз, әлеуетін аша алуға дейін жағдай жасауға, эмоционалдық жақсы климат тудыруға қандай кеңестер берер едіңіз деген сұрақ туындап тұр. Бірінші біз грамматикадан бастайықшы. Мысалы, сіз қазір эмоционалды, инклюзивті дейсіз. Сонда орысша, қазақша, ағылшынша бәрі қосылып кетті. Мүмкін екі ақ тілді алу керек. Түбі сөздің эмоция. Сонда қазақша біз эмоциялық. Түбі инклюзия. Онда инклюзиялық. Көрдіңіз бе, бірінен бірі созып кетіп жатыр. Сонда эмоциялық жағдайын, инклюзияны жасау, сөйтіп сөйлеу керек шығар. Енді бұған да білмеймін, араларыңызда қазақ тілі, қазақ комитеті дегендер болса, осыны ұсыныс жасап, көп сөздерді сөйтіп қарапайымдау, әрі қысқаша болады, әрі түсінікті болады. Эмоционалды дегенімізде орыстың приставкасы қосылып кетеді. Сонда ол таза қазақша жарайды, эмоция жоқ. Ол бір ағылшыннан, латыннан алғамыз, алса ол сол бірінші тілден алайық та, соған қазақша жалғастырып кетуіміз керек шығар. Құлағына сіздің қазақ тілі мұғалімдеріңізге. Инклюзия, бізде қазір болғанда әжептәуір нәрсе. Біздің жоба тренинг кафе дегеніміз біріккен ұлттар ұйымының назарында. Не дегенде бірінші ретке Қазақстанда емес, орталық Азияда біз психикалық ауруы, тек ауытқушылық емес, психикалық ауруы бар жастарды қайтып келмес психдиспансерден алып қайттық та, соларды инклюзия, әлеуметтік инклюзия деп біздің қатарға, біздің қалаға қостық. Біздің қазір балдарымыз біраз өсіп қалған. Біз бірінші рет бұны 2013 жылы бастадық. Сонда қазір бізде екеуі үйленді, бала тапты, 6-ма, 7-ма мемлекеттің көмегімен жеке пәтер алып, бір өздері сөз пәтерін игеріп тұрып жатыр. Қалғандары үшеуден тағы да пәтерде тұрып жатыр. Сол кеше ғана мен күліп едім. Біздің проекттің бастықтары, психологтары ұрысыватыр. Чатта бар ғой, выделить деген нәрсе. Сонда біздің бір жігітіміз бір психологқа сөз айтып жатыр да, ал бірақ аудиода белгі жоқ кімге екен. Сонда бәрі адам оны тыңдап шығу керек, сонда ғана белгілі болады. Сөйтіп мен айтып жатырмын, Вадим мырза, надо учиться, надо выделить вот так деп. Оған қосып тағы бір адам тәрбиеші тәрбиелеп жатыр ғой. Сондықтан мен тәрбиешіні жекеге жазып тоқтаттым. Оны ұрыспаңыздар, есіңізге түсіріңіздерші, бұл балдар бұрын Фейсбукты ашуды білмейтін еді, Инстаграм дегенді білмейтін еді, телефонды қолына ұстамаған, 23-ке келіп Кока-кола ішпеген еді ғой олар. Олар көрдіңіз ба, жетім үйлеріне қамап тастаған, 18-не келген екен, ол кездерде жаман сөз еді ғой, атауы жаман еді ғой. Интернат для психохроников деп аталатын еді ғой. Енді ол қайтып келмейтін деген нәрсе ғой. Оны 18 жасында береді, өле-өлгенше соның ішінде. Сондықтан солардың бәрін қазір біз кемшіліктерді жөндеп, енді кішкентай ғана бір кемшілік сол WhatsApp'та жазғанда кімнің атын белгілеу, соны ғана білмейтін. Қуансаңыздаршы, негізгі тонның бәлігі бар, енді тонның бір шетінде бір кішкентай бір шаң болып қапты, енді оны да жинайтын шығар деп. Сондықтан ол жерде инклюзияда қазір қиын ол балдармен жұмыс істеу. Әсіресе бізде ол тек қолы, аяғы, денесі емес қой, бізде психикасы ауысып кеткен. Психикасы сау емес балдар ғой. Эмоцияның бәрін, әсіресе жағымсыз эмоцияны солардан көресіз. Бірақ соған қарамай, соны сіз жақсы көрсеңіз, ол сезеді. Саналы түрде, бейсаналы түрде, мына кісі маған жылы сөзбен қарап тұр. Қайтсем де мен әйтеуір осы кісіні ренжітпейін деп. Ой, ренжітеді, күніге ренжітеді. Күніге ашуланады, күніге боқтайды, неше түрлі қарғыстары бар.
біразы қазақша сөйлейді, бірақ көбісі сол интернеттен келгеннен кейін орысша сөйлейді, қазақ болса да. Сондықтан, да, чтобы Аллах вас наказал, чтобы ваши внуки погибли, глаза мои вас не видели, неше түрлі агрессия, соның бәріне біз шыдаймыз. Не дегенде біз оларды бәрі жақсы көреміз. Жобаға тек ақшаға емес, ақша білесіздер ғой, жобаларда кішкентай ғана ақша. Бірақ идеямызды көрсетейін деп тұрмыз. Бұны прикладной психоанализ дейміз. Қолданбалы психоанализ. Психоанализ арқылы шизофрениямен ауыратын, қамауханада жатқан адамдарды қалаға шығарып, міне олар тренинг кафеде жұмыс істеп жатыр, өз пәтерінде тұрып жатыр, өздері автобуспен, таксимен жүріп жатыр, оңай дегенін біледі. О түгіл Каспий Голдтан енді Каспий Пейге өтіп кетті біздің балдар. Тіпті білмеген. Мен әлі білмеймін Каспий Пейді. Олардың біразы біліп апты. Сондықтан қорықпаңыздар, инклюзия деген сөзді. Сіз жақсы көрсеңіз, негізі жағымды сезімдеріңіз бар болса, иә, құлайсыз, сүрінесіз, ашуланасыз, бірақ сол инклюзия сыныпын мақсатыңызға жеткізе аласыз. Ол балдарға шыдау керек. Керек болса, мүмкін сол тақырыпта ол арнайы тағы да бір вебинар болу керек шығар. Ол бір емес, біз көп. Тренинг айтып кетейінші, Қазақстан бойынша, орталық Азия бойынша бұл жаңа айттым ғой, бірінші проект жоба деп. Сондықтан тренинг кафе ашамын, осындай балдармен жұмыс істеймін деген адам болса, біз семинарды тегін, бізге келіп, тегін үйреніп кетсеңіздер болады. Біз идеяны қолдайтын адамдарға осы 1 жылда, 2 жылда бір адамдар жиналып қалады. Сөйтіп, қошеметтеп, сол балдардың пәтерінде тегін жатқызып, сол семинарларды жіберіп жатырмыз. Бірақ қазірше тек Нұр-Сұлтан қаласында тренинг кафе бар, 2-еуі бар, бізде бар, басқа еш жерде жоқ. Ашылған бірең-сараң жерде, бірақ бір жерде психолог жетіспей қалды, бір жерде ғимарат жетіспей қалды, сөйтіп ол тренинг кафелер жабылып қалды. Жаңа техниканы басқару деп жатсыз ғой, соған қатысты бір сұрағым бар еді, соны қойғым келіп тұр. Бізде мысалы Нұр-Сұлтан қаласында өткенде пандемия кезінде болсын, кейін мысалы күн суық болады ғой, сол кездерде онлайн сабақ болады. Әсіресе үлкен класстарға енді қатты қиын емес шығар мұғалімдерге, бірақ бастауыш сыныптың мұғалімдеріне мынау онлайн отырған кезде кішкентай 5-6-7 жасар баламен, 25-20 баламен отырғанда жаңағы ұстаздарымыздың ішінде фрустрация дейміз ғой, өзінің жаңағы эмоциялық нелермен қиындықтар туындайды кейбір ұстаздарда. Соны қалай жеңуге болады деген сұрақ туындап қалды, соған жауап бере аласыз ба? Қалай басқару сол жағдайды? Біріншіден пандемия, екіншіден онлайн режим, оның бәріге жаңалық. Жаңалықты көпшілік адам жаман қарсы алады. Ешкімге жаңалық ұнамайды. Ол күтпеген жаңалық болды ғой. Ол күткен, 9 айдан кейін бала туамын дегенде, ол күтетін жаңалық, оған дайын болады. Ана күтпеген жаңалық, сондықтан көп адам оған қарсы болды. Екіншіден, агрессия шыққан мұғалімдер, білмеймін, қазақша айтқанда ақылы кем деп айтамыз ба, шашы келте деп айтамыз ба, ойлау жүйесі терең емес мұғалімдер, олар қарсы болды. Психологиялық өзінің агрессиясын, мына ақыл ой деңгейінде кемтармын дегенді қабылдағысы келмеген мұғалімдер қарсы болды. Керек жоқ онлайн, керек жоқ онлайн деп. Ал тағы да психология, әке шешелерімен ортақ тілді, тәтті тілді тапқан мұғалімдер, ол 5 жасар балдармен, мысалы балабақшаларда сөйтіп жұмыс істеді. Олар әрбір балаға керек сабақтың барлығын өз деңгейінде жеткізе алды. Сонда үйдің ішінде әке шешесі отырдан алғаш ең 2 айда алатын болсақ, ең қиын нәрсе. Мына жақта мұғалім отырды. Мен білемін, өзімнің туыстарым арасында интернет жетіспеді, ешкімге жетіспейді. Сондықтан WhatsApp жеке жазады, мынаған жеке жазады, жалпы жазады, әке шешесімен кездесіп тұрады. Бір герой болған ұстаздар бар сол кезде. Қазір де солар герой шығар, енді оның атын бәрін білмейміз. Бірақ сіздің қойған мәселеңіз ойлау жүйесі. Ақыл ойы терең ойлайтын мұғалімдер, әрине олар да қиналды. Содан. Қазір, мысалы мен клиенттермен, мектептің ұстаздарымен жұмыс істеймін ғой, супервизияда кездесем, қуанып тұрғандар өте көп. Көп нәрсе ғой, онлайн қазір өте жақсы болды ғой. Онлайн, мысалы, тамақты заказ берсеңіз де уақытыңыз кетпейді. Үйде отырып, сабағыңызды да өткізе бересіз. Үйде отырып.
таңғы тамағыңыз бәрі дайын береді. Сол жақсы жағына ұмтыла берсек, кішкентай балдарды айтатын болсақ, олар біздің ұрпақпен салыстырғанда, мен күлемін, олар перзентханадан гаджетпен, телефонмен бірге туылады. Мамасының жатырынан шыққанда бір дегене телефон. Сондан қазір мысалы Z ұрпағы, поколение Z деген нәрсе бар. Бұрын X, Y еді ғой, енді қазір Z болды. Сол поколение Z, олардың ойлау жүйесі біздің ойлау жүйемізбен салыстырғанда басқаша. Олар басқаша өмірге келіп, басқаша қоғам, басқаша техника, басқаша технология. Сондықтан бір мысалды келтірейін. Көп жыл бұрын, ол кезде телефонның өзі, WhatsApp-тың өзі енді шығып атқан нәрсе еді. 10 жыл, 12 жыл бұрын ба. Онке психиатрлар бір жерге жиналды да, сонымен олар диагностика. Мен психоанализдің диагностикасын көрсетуім керек, олар психиатрияның диагностикасын. Сонымен бір мамасымен бір баласы келді. Бәлік психиатрлар ескіше оған аутист деген диагнозы қойып тастады. Аутист, шизофреник болды, бұл балаңызды интернетқа тапсыра салыңыз деп. Қалай тапсыру керек? Әкесі бар, шешесі бар, үйі күйі бар, неге оны интернетқа тапсыру керек? Мамасы да жамандап тұр. Ой, тек телефонды шұқи береді, менімен сөйлеспейді деп. Аха, жарайды. Не шұқиды телефонда? Бұл интернет ашып алады. Оның ішінде не істейді? Сонда 8 жасар ма бала еді онда. Интернетте не істейді? Ағылшын тілін тауып алады. Одан кейін сол ағылшын тілінде мультфильм көреді. Одан кейін ағылшынша сөйлейді. Сонымен мен сол баланың қасында тұрдым да, залға қарап психиатрларға. Айтыңызшы, сіз қазір, мен сізге қазір телефонды берсем, интернеттен ағылшын тіліндегі курсты тауып аласыз ба? Әрине таба алмайды. Ол кезде 12-15 жыл бұрын. Қазір енді біраз психиатрларды табатын шығар. Сонда сіздер, психиатрлар, мына жерде білмеген нәрсені, мынау сіздің аутист, шизофреник, жынды бала интернетқа тапсыр деген балаңыз соны жасап тұр ғой. Неге сіз оған жоқ дейсіз? Ол ақылды бала, бірақ эмоциялық контакт жоқ, үзілген. Не дегенде мамасы депрессияда жүр. Мүмкін мамасының оған жағдайы жоқ, оған назар аудармай жатыр. Сен қарамасаң, онда мен де саған қарамаймын деп, ана балапан сол телефонда отыр. Одан кейін соған неше жасынан бастап алды қолына телефонды? 3 жасынан дейді ғой. Көрдіңіз бе? 3 жасынан бастап телефонды алып, сол бала аутист жаман дені сау емес деген баламыз 3 жасынан телефонды алып, соның ішінде интернеттен мультфильм тауып, ағылшын тілінше сөйлеп жатыр. Мен 1-2 сөйлемді айтып қойдым сол балаға, ағылшын тілінде. Сондықтан инклюзия сыныпындағы көп балдарды бір дегені қолыңызды сілтемей қойыңыз. Оларға тіл табу керек. Мүмкін мен сізге қазір сол менің шетелдегі зерттегенімде осы аутисттер тақырыбында зерттедім ғой. Мен бір сілтемені жіберейін, әрине ол ағылшын тілінде, бірақ сол психоаналитик неше түрлі аутист балдармен жұмыс істеп, сол кезде бір аутист қыз, кішкентай ғана аутист қыз, сол Клайманның методымен жұмыс істеп, одан кейін ол юриспруденцияның докторы болып кетті. Міне, болмайды, түк сөйлемейді, көзге қарамайды деген енді 100% аутист деген қыздың өзі сондай қайтып келді. Сондықтан мен сол тақырыпты сізге жіберейін, мүмкін өздеріңіз көріп талқылайсыздар. Ал ақш-та біз осы күзде тағы да барамыз деп жатырмыз. Сол кезде тағы да 1-2 орталық бар. Өте қызық, аутистермен жұмыс істейтін, инклюзиямен жұмыс істейтін орталықтар бар. Мүмкін сіздің де біраз адамдарыңыз қосылып қалатын шығар. Енді біздің бірінші мақсатымыз әрине психоанализ қайдасын деп, бірақ шашбауды көтеріп аутизм дегендерде бір топ адам баратын шығар. Қызық орталықтарға барамыз. Солардан алған тәжірибені ертең өзіміздің елімізге алып келуіміз керек. Рахмет. Студенттерде сұрақтар бар болса, мен рұқсат берейін деп едім. Көкейінде жүрген сұрақтарыңыз болса, Анна, қойып қалыңыздар. Айгерім? Саламатсыз ба, Анна ханым, саламатсыз ба, Айжан. Менің есімім Айгерім, педагогика психология мамандығының 2-ші курс магистрантымын. Жалпы сізбен Анна ханым тікелей қауышып, тілдескеніме қуаныштымын. Айжанға рахмет айтамын, өте өзекті тақырыпты көтеріп отырсыз. Менің айтпағым осы педагог психолог болып мектепке кіргенде бірден жаңағы профессиональное одиночество дейді ғой.
кәсіби жалғыздық болатындығын білмей барады көбісі. Как бы өзің жалғыз жаңағы егер де пән мұғалімдерінде бір қауымдастық болса, педагог психолог ретінде сіз мектепте жалғыз боласыз, мысалы екеу ғана боласыз. Кәсіби жаңа жалғыздық болады, выгоранияға алып келуі мүмкін. Көбінесе алып келеді. Және де жаңағы сіз айтқан көптеген нәрсенің барлығы жаңағы вот это вот игрушки, то, что нельзя, не давали игрушки играть, это все откликается с детства, потому что у нас тоже так же было в семье, что нельзя трогать некоторые игрушки, которые там как бы сувениры стояли, это тоже, кажется, все влияет. Неде мындай сұрақ сіздің ойыңызша психология мамандығында специализация керек пе, мысалы, как у врачей, например, там терапевт, там узкие специалисты, бізде де керек пе екен, мысалы, психоаналитик бөлек университет қабырғасында, трансперсональный психолог бөлек, мысалы, бағыт бойынша оқытса бұл пайдалырақ болмай ма? Өйткені когда много информации и нет узкой специализации, как бы специалист, психолог теряется, кажется, на месте. Шаклай. Рахмет. Я думаю, вы много чего смешали. Первое. Профессиональное одиночество возможно тогда, когда человек сам внутри себя одинок. Замкнутый, тренинги не проходил, не общительный, не коммуникабельный. Жыламаган балага емшек жоқ. Если вы пришли в школу и чувствуете, что вы в одиночестве, да идите, хоть к кому идите. Я думаю, из 120 учителей, может быть, 15-20 высокомерные скажут, иди подальше. Но 100 человек встретят вас с объятиями. И поэтому так и надо честно сказать. Я чувствую профессиональное одиночество. Мне не с кем поговорить на перемене о том-то, сём-то. Можно я к вам на уроки приду? Можно я у вас на методическом собрании посижу? Много чего можно. Вы идете. Если вы будете говорить людям здравствуйте, можно вы микрофон отключите, Айгерим? Хотела сказать, что я, когда работала, я не знаю этого термина. Я вот только вот когда недавно нашла такую статью, что педагоги-психологи относятся, как бы у них чаще происходит вот это профессиональное одиночество, оказывается. Потом я проанализировав, тоже поняла, что когда я работала, мне тоже было, кажется, как бы сама с собой оставалась больше, например, не с кем посоветоваться даже. Итак, еще раз. Мы называемся психологи, психоаналитики, психотерапевты. И первая часть слова «психи» – это душа. Поэтому нам все равно, с какой душой работаем. Душой, которой 29 дней от роду, или душой, которой 97 лет от роду. Мы работаем с любым человеком, который просит у нас помощи. Второе. Я думаю, вы запутались в направлениях психологии или психотерапии. Это вы сами выбираете. Какой подход вам нравится, на тех рельсах вы и работаете. Я, например, в Институте психоанализа готовлю психоаналитиков. Вот Айжан Ханым закончила 6-месячные курсы по основам психоанализа. А уже многие другие общества, многие другие институты, они готовят многое другое. И каждый выбирает, наверное, то направление психотерапии, которое вам подходит. Символ-драма, психодрама, гештальт, НЛП, что там еще у нас, много каких направлений. И я думаю, что если вы символ-драматист или психодраматист или гештальт-терапевт, вы тоже не будете смотреть, мальчик пришел или девочка, старик пришел или молодая женщина. Вы будете помогать всем, кто к вам пришел. Но с другой стороны, если вы однажды выбрали какое-то одно направление, конечно, специализация внутри есть. Например, мы чаще всего готовим психоаналитиков, которые работают в индивидуальном, взрослом, условно так, психоанализе. Это основа основ. Но дело в том, что когда взрослый клиент к нам приходит и начинает раздевать душу, обнажать свою душу, то мы работаем и с его внутренним ребенком. Поэтому, конечно, нужно уметь находить подход и к его внутреннему ребенку. Но все-таки в первую очередь мы работаем со взрослыми. Потому что работать с реально маленькими детьми – это высший пилотаж. Мы пока до этого в Казахстане не дошли, мы пока готовим только штучно индивидуальных взрослых психоаналитиков. Но я
подрастет количество, вот многие курсанты вырастут, и мы только после того, как 5, 6, а то и 10 лет человек будет учиться в институте психоанализа, только после этого ему дается разрешение учиться в институте детского психоанализа. Потому что детская душа, работа с детьми – это вообще высший пилотаж. В США очень много людей, классиков от детского психоанализа. И много чего еще надо бы нам от них взять и привнести в свою страну или в целом в Центральную Азию. Поэтому это вы выбираете. А теперь завершая, почему так происходит. Потому что согласно стандартам подготовки психологов у вас нет требования. Каждый психолог должен пройти свою личную психотерапию, хотя бы психотерапию, если нет психоанализа. У нас в институте психоанализа это строгий стандарт. Если ты не прошел личный анализ, если ты не прошел групповой анализ, извини, мы тебе дать диплом не можем. И психоаналитиком называть себя ты не можешь, если ты не вылечил свою душу. Окей, а теперь ты это закончил, теперь ты принимаешь клиента, пожалуйста, добро пожаловать на супервизию. Если вы не проходите супервизию, то, конечно, эмоциональное сгорание. Потому что 10 клиентов, 10 детей пришло, и они все рассказывают ужасные истории, вы вместе с ними плачете, на 11-го вас точно сил не будет. Поэтому супервизия – это методическая помощь всем психологам, особенно начинающим. Мне тоже, когда надо, я обращаюсь к своему супервизору за помощью. Потому что мы работаем с живыми людьми. Допустим, даже вот январская трагедия, январская ужасная неделя. Сколько людей сейчас в буквальном смысле сошло с ума? Я думаю, у психиатров, у невропатологов работы добавилось. А сколько людей сошло с ума, но они сами об этом не знают, и все вокруг об этом тоже не знают. Приступы агрессии, приступы апатии, уныния и так далее – это все следствие январской трагедии. Поэтому сейчас в нашей стране очень большая работа. Мы в течение января вот срочно объявили бесплатные терапевтические группы, работали бесплатно, я и моя команда. Но теперь мы остановили, потому что в целом как бы количество участников стало меньше, люди получили срочно, что хотели. Но 2-3 мои студентки, они продолжают бесплатно принимать, поэтому, может быть, через Айжан Ханым я пришлю баннер, и вы можете хотя бы немножко помочь себе. Сыздаған жеріңізге әйтеуір бір дәрі-дәрмек табатын шығарсыз, қызылмайды, бальзамды жағып қоятын шығарсыз. Вы должны в первую очередь беречь себя, проработать свои обиды на маму, на папу, на учителей, проработать свои конфликты с мужем, с подругой, с детьми. Вот тогда ваша душа будет здоровая, ваша душа будет чистая. И туда ваши бенефиты, потому что ваш душевный горшок чистый. А когда ваш душевный горшок сам переполнен, все, любая следующая порция какашки, и вы сходите с ума, и ваш клиент тоже сходит с ума, и ничего хорошего друг другу вы не скажете. Я надеюсь, это понятно. Я стараюсь говорить быстро, чтобы побольше темы вам дать, а потом, может быть, мы сделаем какие-то другие встречи. Ну, например, вы все-таки профессионалы, мои коллеги, вы можете записываться ко мне и к моим студентам, к моим коллегам на групповую терапию. Если личный анализ пока не по карману, хотя некоторые могут себе это позволить, то групповой психоанализ, добро пожаловать. Много чего вы решите для себя. И тогда вы сможете клиентам помочь. Ну, Айжан Ханым знает, что такое супервизия, поэтому она не спеша вам будет объяснять, что это такое. Өте дұрыс айтасыз, мына уақыт зымырап бөлген 50 минутымыз демде өтіп кеткендей. Соңғы сұрағым бар еді, соны қойып қалғым келіп тұр. Жақында осы мектепте өзіне өзі пәнінен сабақ беретін оқытушылар, мұғалімдерді жинап, бір чатқа бір бастама бастағыңыз келді. Сол жоспарыңызбен бізбен бөлісе аласыз ба деген сұрағым бар еді. Да, это я начала об этом как раз говорить. Моя идея сейчас, Бахчан Мурза пишет этот проект, и надеемся, потом в министерстве встретимся. Мы хотим объединить психологов каждой школы и предмет, который уже есть, самопознание. То есть форма есть, деньги выделены, да, в неделю раз с 1 по 11 класс, все. Но я предполагаю, что уроки самопознания должны вести именно психологи. Все-таки худо ли, бедно ли, но вас готовят именно как психолога, как специалистов по человеческой душе.
И поэтому вы будете тренинги проводить, вы будете консультации проводить, но вы не будете лекции читать. В 5 классе не нужна лекция на тему, что такое добро и что такое зло. В 5 классе надо провести тренинг, и там дети сами покажут, что такое зло и что такое добро. И, конечно, дети в основном это добрые люди, они будут выбирать добро. В старших классах не надо читать лекцию про нравственность или про беспорядочные половые связи, а просто нужно провести задушевную беседу. Да, что говорят твои гормоны, что говорит этот мальчик, что говорит эта девочка, а когда последний раз ты влюбился, а когда ты получил отказ, что такое, да, вот, потому что подростковый суицид, основная причина – это обиды на родителей, потом немножечко это обиды и конфликты с учителями, и третья причина – это неразделенная любовь. Потому что девочка не просто отказала ему в дружбе, но еще над ним насмехалась. Да? Это для мальчика унижение. И поэтому он решил спрыгнуть с 8-го этажа. Ну и много такого. Но это все вы должны знать. Поэтому мы думаем, что вот уроки самопознания объединить со школьными психологами. И тогда школьные психологи не будут в одиночестве, потому что они будут на ранах. Там много еще вопросов, конечно, по оплате, по количеству часов, по учету опыта, по учету всяких сертификатов по повышению квалификации. Ну, сначала нам нужно поговорить с министром и донести свою основную идею. Қаңқасы да я десе, одан кейін ар жағы өсе беретін шығар. Поэтому в этом чате, его самопознание назвали, если хотите, давайте мы вас тоже туда включим. Там мы собираем идеи, критикуя, предлагай. Что получилось? У нас там 20 с лишним специалистов, в основном идет критика. Мы говорим, уже мы поняли, что мы все критикуем. Дайте предложение, что делать? И вот теперь мы ждем и ваши предложения тоже. Например, по совершенствованию стандартов подготовки педагогов-психологов. Например, по улучшению стандартов подготовки предметиков по самопознанию. Это все нужно очень грамотно писать. И, конечно, нужны вы, потому что наша команда в основном занята частной практикой. Мы лечим людей, мы терапию проводим, но общественными делами тоже занимаемся. Түсіндіре алдым, Байжан ханым. Жақсы, мен мысалы есіме түсті, сіз айтып едіңіз ғой, кезінде мен осы әрбір мектепте бір психолог болса екен деген мақсатымды, ұсынысымды айтып, сол дәрежеге жетті. Сол сияқты осы жоспарыңызда жақсы іске асады деген сенімдемін, және біз барынша жаңа бірігіп деп жатсыз ғой, бірлесіп атсалысуға тырысамыз. Келгеніңізге, осы шақыртуымызды қабыл алғаныңызға тағы да рахметімді айтамыз студенттердің атынан. Аз болып қалған сияқты, бірақ келесіде осындай ұйымдастырып тұрсақ жақсы болады екен деген ой келді. Көп рахмет сізге. Сізге қатысқандарыңызға рахмет, құрметті студенттер. Рахмет. Сау болыңыз, рахмет. Рахмет, сау болыңыз.